Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Марфуға Шапян, әдеттегідей менің каналымда жүздесіп отырмыз. Достар, сіздердің алдарыңызда сұрақ-жауап айдары және біздің сұрақтарымызға жауап беретін Алматы орталық мешітінің ұстазы, исламтанушы Айнұр ұстаз, қош келдіңіз. Сізден сұрағым келіп отырғаны, қазіргі кезде көп қыздар қолданып жүрген кірпік жабыстыру мәселесі төңірегінде. Дінімізде кірпік жабыстыруға бола ма? Кірпік жабыстырып намаз оқуға бола ма, яғни одан дәрет өте ме деген сияқты мәселе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның анық хадис бар. Кірпік жалғаушы, жалғап беруші, қас жуушы, қасты жалғаушы, шашты жалғайтын, яғни әйелдерді, жалпы адамдарды Алла тағала лағнеттейді дейді. Осы хадис жеткілікті деп ойлаймын, негізі. Бірақ енді біз пенде болғаннан кейін кейде нәпсімізге еріп кетеміз, иә. Бұл жерде кірпікті жалғаған кезде біз өзіміздің кірпігіміздің үстіне жалғанады екен, иә. Ал кірпік бізде беттің бір бөлігі болғандықтан ол дәрет алуға кедергі жасайды. Яғни біздің өзіміздің табиғи кірпігімізге дәрет өтуіне кедергі жасайды. Түбін айтып тұрған жоқпыз, өйткені көбісі айтады, түбіне ол өткізеді деген секілді жақтап жатады. Біздегі мынау үстіне жабыстырған кездегі астында өзіміздің кірпігіміз қалып кетеді екен да, соған дәрет тимей қалғандықтан ол дәретке кедергі деп көптеген ғалымдар оны бүйтіп пысқылауға да болмайды ғой, деген ол түсіп қалады деген сияқты. Және де айтатын нәрсе, бұл жерде рұқсат етіледі кірпік жабыстыруға қай кезде? Қас мысалы жасатуға. Егер де ол адамның кірпігі мүлдем түсіп қалған болса, яғни жаңағыдай ауру халінде ғой, былай айтқан кезде. Тура сол секілді қасы мүлдем жоқ болып, ол әйелдің жаңағыдай ауру тағда халінде ғана жабыстыруға рұқсат етіледі. Қалған басқа ғалымдардың барлығы харам деп айтқан. Өйткені және де ол Алла тағаланың жаратылысын өзгерту болып. Бояну бір бөлек, ал арнайы жасау оны ол бір бөлек. Сондықтан бүкіл ғалымдар харам деп айтқан. Түсінікті. Алла разы болсын. Бұл көкейіңізде егер осы мәселе жүрген болса, онда сұрағыңызға толық жауап алдыңыз деген ойдамыз. Басқа да дінімізге қатысты мәселелер білгілеріңіз келсе, онда төмендегі инстаграмымызға жазылып қойыңыздар, және каналыма жазылып лайк басып пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Каналымда келесі кездескенше аман сау болыңыздар.